Ассалаумалейкум, құрметті достар, сіздермен бірге Апок каналы, және біз осы видеода Матрешка РП ойынын ойнауды жалғастыра беретін боламыз. Иә достар, біз жаңадан новичоктың өмірін бастайтын боламыз. Жаңа аккаунт, жаңа өмір дегенде, короче, осы новичоктың өмірінде біз барлық жұмыс жасап, жаңада паспорт алатын боламыз. Иә. Так, енді біз ойдан скин таңдайық, өзімізге қандай скиндер бар. Так, осы скин алып тұр. Осы скинді алайық. Так, выбрать бастым. Так, достар, біз самолеттен шықтық, және де бізге уведомление келіп тұр. Так, біз мына оймен таныстырып жатыр. Открой свой личный меню, для этого нажми на иконку человека и слева и выбери пункт меню игрока дейді. Так, бұны бәрін білем. Жоқ, меню игроканы бассамыз. Человекті бас дейді бізге. Жоқ. Я бас дейді, GPS-ті бас дейді. Так, бізге бәрін үйретіп атырған GPS барлығын. Так, альтты басайық. Альтты бастық, енді ал дейді. Инвентарды қара дейді. Біз осы адам бейнесін басамыз. Және де инвентарды басамыз. Инвентарды кола тұр екен. Бұл коланы бізге іш деп тұр. Осылай коланы ішетін боламыз. Анимация шоқ екен. Так, мұн жер біреулер отыр. Подойди к Дмитрий дейді. Келіп тұр. Енді басамыз, персонажды басамыз. Рукопожатие дейді. Соны басатын боламыз. Былай амандасасыңдар. Короче, новичоктардың бәрін үйретеді осылай. Так, соңғы этап қалды дейді. Соңғы этапта не істейміз, қазір көретін боламыз. Так, бізге человекті бас дейді, меню игрока и сюжетный линия дейді. Так, сюжетный линия қай жерде тұр? Мұн төртінші тұр екен, осын басатын боламыз. Посмотри описание. Так, шығып кет дейді, қарап болсан. Так, енді біз самолеттен түсетін боламыз, бізді несет. Так, біздің документ жоғалып кетті деп шығарып тұр мұн жерде. И біз полицейский участокке келдік. Давайте здесь бұл сюжетті начатты басамыз. Кеттік, ішіне кір дейді. Ішіне кірейік, және де кеттік. Ал дейді. Біз мұн жерде бір кабинет тауып алу керек. Біз сайым кабинеті дейді. Участковый тауып алу мұнды тұр екен. Осы жерге келеміз. Альтты басамыз, және де осымен сөйлесетін боламыз. Так, закрыть басыпсақ, бізге 1000 теңге берді. Жоқ, 1000 рубль берді. Енді бізге GPS дейді. Сосын госорганизация правительства дейді. GPS, государство, организация и правительство. Так, біз оны таңдадық. Енді біз мұн жерден шығып кетуіміз керек. Шығып кетейік, шықтық. Телепорт жасап жіберетін болады. Так, мұн жерге біз телепорт жасалып келді. Мұн жерде әрбір ел флагтары тұр. Россия, Украина бәрін флагтары тұр. Так, енді ішке кірейік. Напротив кабинет. Так, бір кабинет тауып алу керек. Бізге өзіміздің паспортымызды алу керек. Бұл ойында паспортсыз дым істей алмайсыздар сіздер. Так, 250 рубльге алатын боламыз. Енді біздің адамның бейнесін басатын боламыз, және инвентардың ішіне кіріп, өзіміздің паспортымызды использовать командасымен қарай аламыз. Так, алдық хаши дейді, возраст 1 дейді. Номер паспорты дейді. Ан жерде осы бәрін шығарып тұрады сіздерге. Так, бізге номер сөйлес деп тұр. Номер сөйлес үшін бізге альт батырмасын басамыз. Так, закрытті басып тастайық. Первая работа ферма дейді бізге. Так, енді бізге алғаш жұмыс беріп тұр. Бұл алғаш жұмыс. Так, бізге нал дейді, отправляйтесь на местную ферму дейді. Ол үшін бізге GPS-пен қолдан деп тұр. GPS, және де первоначальная работа дейді. Первоначальная работаны басайық, және де ферма дейді. Ферманы басамыз. Так, бізге сол жерге бар деп тұр. Енді сіздер ол жерге бару үшін жаяу бару жүрмейсіздер. Бұл жерде мопедті ала қоюға болады. Так, осы аламыз. Енді кеттік фермаға. Так, достар, біз келдік осы жерге фермаға.
Бұл ферма бізде Батыровада, мына достар. Мына Батырова осы, мынау Арзамас, мынау Южный мына. Так, осы Южный. Бізде осындай карта. Так, мына ферма келдік. Енді фермаға мына жерге барамыз. Учетіліне альтты басатын боламыз. Так, біз бірдеңе түсіндіріп жатыр. Енді біз мына адамға баратын боламыз. Уборщик істейміз. Так, жұмысқа тұрдық. Енді біз красный метка дейді. Ана красный метка бар, жұмыс жасайтын боламыз. Негізі сіздердің сюжет линияны міндеттері өтіп керек емес. Мен жай осы видеоға түсіріп жатырмын осындай жұмыстарды. Так, бұл жұмыста мына бәрін басып шығатын боламыз. Так, мына жұмыс оңай негізі. Осы жүгіріп барып енді келесі меткаға барамыз. Біз барайық. Алып түсекнен бәрі. Так, біз бітті енді өз киімімізді киіп жұмыстан шығатын боламыз. Так, достар, мына біз красный меткаға келдік. Осы жерде жұмысты аяқтайтын боламыз. Так, қасына келеміз, альтты басамыз. Ух ты, как ты быстро управляешься. Так, бізге 2000 рубль берді, және бізде қазір жұмыстан да беру керек. Так, иә. Жұмыстан 4000 берді. Өте керемет негізі. Енді бізге келесі жұмыс лесопилка деп тұр. Біз бұны келесі видеода жұмыс жасайтын боламыз. Бүгін видео ұнаса сіздерге лайк басып кетіңіздер, және де комментарияларыңызды қалдырып кетіңіздер. Сіздермен болған Апок каналы.